Адам бар екен сөйлей береді. Қазір біздің жастар сондай құмар болып барады ғой. Анағанда прикол ұстайды, анағанда тамада сияқты да енді. Бұл жақсы нәрсе емес екен. Бір адам сөйлей береді екен, анағанда сөйлейді, анағанда сөйлейді, анағанда сөйлей береді. Bir күні түйесімен келетсе, түйесі боқ түсіпті. Түйенің тезегіне қарап тұрса, андай қоңыздар болады ғой жаздың күні. Тезекті бүйт домалақтап шарик жасайтын. Сол шарик жасаған екі қоңыз кеп, тезекті бүйт домалақтап жатса, бүйтіпті ғой. Бір жақ достар естісін деп. Құдай қызық депті. Не болса, сасық боқты жейтін сасық қоңызды нағып жаратады депті ғой. Делать нечего что ли депті ғой. Содан біраз уақыттан кейін ауырып қапты жақсы. Камаграфияға түседі, анаған барады, тәуіпке барады, молдаға барады, ешқандай пайда жоқ. Соңын бір білетін бір молдаға барыпты, сол не дейтін десе, түйенің тезегі бар ғой депті, я, соны домалақтаған шаригі бар ғой депті, я, оның қайнатып ертең ерте ішу керек саған депті. Соны оның қайнатып ішіпті, жазылыпты ауруынан. Жазылғаннан кейін осындай жиынға кеп, сөйле десе, сөйлемеймін. Сөйлемеймін. Bir рет сөйледім, 10 күн боқ жедім депті.